Сәлем достар, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін біз осылай киініп болғанда балдардан қашқаннан үйдегі киіммен шығып кеттім. Жолда немесе тойханаға барып ауыстыратын боламыз. Үлкен ұлымды алып алдым. Енді оның есі бар, өзімен өзі жүре береді ғой деп, оны киіндіріп алып алдық. Мына жерде шашын постоянно мектепке баратын кезде қайырып кел деп алатын. Ал бүгін ұмытып кеткенбіз ғой. Сонымен жолға шықтық. Макияж бәрін өзім істедім, шашымды түктеп алдым. Сонымен жемеңдеп ерте шығып алғанбыз. Сағат 6-да той деп 5-тен аса шықтық. Бірақ 6-да дегенмен біздің қазақтың тойы 6-да басталмайды. Сондықтан шыға бердік. Сонымен өйстіп тойхананың ішінде отыра береміз ғой деп балдарды енеме тастап шықтым. Сосын тойханаға келіп киімімді ауыстырып алдым. Мына жерде баннерлер өте керемет. Ханзада 75 жас Бекнар, Рамазан Аян Бекнар 3 ұлына сүндет той жасап жатыр әпкем. Тойлар құтты бола берсін. Мінекей Бекнар кіші ұлы. Мына жерде Рамазан үлкен ұлдары. Осылай киімдері де өте керемет болған. Өздеріне жарасып тұр. Мына жерде Аян үлкен қызы Еркеназ, ол да әдемі көйлегін киіп алып жүр. Енді тойхананың іші деген өте әдемі, ремонтталған, өте керемет, атмосферасы өте керемет. Дизайндері, дастархандары өте күшті болған, маған қатты ұнады. Мінекей жемеңдеп қонақтар да келе бастады. Жездеміз күтіп алып, мен әпкем салонда шамалдан кейін келіп қалады. Осылай қонақтарды күтіп алып, тойды сағат 7:30 ба 8-де басталды ғой. Осылай дастарханымызға жайғасып отырдық. Церемониялар басталды. Осылай жаймендеп семейный шығады екен. Бұл тамада осылай шығарады екен. Мен негізі көп жерлерде көргенім. Жаңағы сүндет той болып жатқан балдардың әке шешесі жаңағы мамасы, мамасын қосқан ғой енді жездемнің. Солар шығады деп ойлағанбыз. Ал бұл жерде полный семьясымен шыққан ғой. В общем, жездем 3 жыл 2 қыз ба, сондай сол әулеттің барлығы шыққан ғой. Былайша әдемі көрінді, әдемі шықты. Енді осылай балдарды тайға отырғыздық. Қоржынға бізде осылай ақша салынады. Мына жерде тай, үлкен тай екен. Мен қорқып тұрмын ана жерде құлап түспей ме екен. Бар, не дегенмен мал ғой енді бәрібір үйретілген дегенмен ше. Осылай тайға, мен баламды ақша бер, мен де салайыншы деп қояды. Сонымен қой деп өзіміз салып. Осылай қорқады екенсің негізі ше. Осылай қоян мен аю кепті. Секіріп ойнап жүр олар. Мына жерде Бекнар, Аян, Рамазан үшеуі отыр бір тайда. Барлығымыз атағанымызды салып шықтық. Осылай дастарханы әдемі болған. Тойбастарға айтпақшы бокал қойыпты. Ол бокалдан да алып алдық. Және де мен ойыннан тағы да 2 бокал ұтып алдым. Активный болып отырдық. Күшті той болды. Сонымен мына тайдан біздің нағашылар түсіріп алды. Тайдан осылай той керемет өтті деп айта аламын. Ары қарай бізден би, ән, сонымен тостар кетеді, тілектер кетеді. Қазақтың тойы би мен тілек қой үшін. Ары қарай бізде солай басталып кетеді. Мәртебесі биік болсын, нағашыларына бір мінесі иып бірден болса аға. Рамазанды сағып тоғызға бірін бешексек, нағашым бірін бола білді. Мына көмектесшілік бүгін осы жиендердің тойы үшін тойдың соңына дейін аяқтан тік тұрып қызмет жасаймыз ба? Конечно. Онда тойхана түріне бар. Бір айналып келіңіздер. Ал кетті.